Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға, сіздермен бірге Ауылбай Асеке. Бүгін 4 март 2024 жыл. Бүгін лақтарға ровно 3 күн болды. Яғни 1 март күні туылған лақтар. Мыналар ең бірінші туылды. Мыналар ең бірінші туылды. Бұл еркек лақ. Мынау ағасы, мынау қарындасы. Екеуі де енді ақ емес, үстінде мынандай кішкене нелері бар, ала бажақ дейді ғой. Мына жері қоңыр, мына жері тағы мынандай точка қоңыр. Өңші мынандай үстінде ала бажағы бар. Мынау да сондай, мынау да ақ емес, мына жерлері қоңырқай, үстері сондай. Сағат деген 12 болып қалды почти. Бүгін қарны тоға деймін кеше. Нормальный емген сияқты, жалпы. Маңырап жүрген жоқ. Барлығы нормально. Қазір енді енелеріне қосатын болам. Жаңа жатыр еді, оятып алдым. Емгісі келіп жүр деймін. Оятпасаң жата көретін түрлері бар негізі. Жылы жер болғаннан кейін. Сосын кішкене дала салқындап тұр. Енді қыстың аязы әлі кеткен жоқ біздің жақта. Сәл-пәл бар. Аз-маз жел бар. Күннің көзі шығып тұрғанмен. Аз-маз жел бар, яғни аяз бар. Қазір енді бұйырса шығаратын болам. Бұларда қазір лақтарды шығарам, сосын мынаның енесі кішкене нелеу, сүттілеу, сүт толған енді нормаль сүттілеу, мынаның өзінің жағдайы жетпей жүр. Яғни желінін тауысып ем алмай жүр. Енді лақтар кішкентай ғой. Мыналық кішкентай. Сосын сондай болып тұр. Кеше не болды деймін, жаңағындай енесінің желіні сыздады ма, білмеймін, әйтеуір сондай болды деймін. Сыздағаннан кейін енді ауыратын шығар, енді біраз тұрып қалғаннан кейін желінде уызы тұрып қалған ғой. Сол мынау барып емейін десе, не істеп қашып сөйтеді. Соған қарағанда енді желіні ауыр жүрген шығар сыздап. Қазір енді сол мүйізді ешкін шығаратын болам бірінші. Сосын екеуін қосатын болам. Сосын ол ешке емізбейтін шығар. Тағы да кешеге дейін не істеп қашып. Сондықтан да ешкіні ұстап тұрып екеуін емізетін болам. Енді қазір мына екеуінің қарны кәдімгідей ашып тұр ғой. Сондай болады қазіргі жұмыс. Лақтарды шығармастан бұрын ешкілерді жемдеп тұр. Ешкілердің жемінің түрі азғантай кебек, сосын қайнатылған азғантай арпа, сосын туралған кардон. Лақтарды шығардым. Мүйізді ешкіні шығардым. Бірақ өкінішке орай ешкі емізбей жүр, қашып жүр. Қазір ұстап алып, ешкіні ұстап тұрып емізу керек болып тұр. Басқа амал жоқ болып тұр. Ешкі қашып жүр. Барып емейін десе, лақтар қашат, тыпырлақ қашат. Соған қарағанда желіні сыздап жүр. Мына видеоның бас жағында айттым ғой. Қазір енді ұстап аламыз. Мына жерде ақтөс жатыр. Ақтөс жаралы. Ақтөстің жағдайы қиын. Ақтөс кеше жағында аварияға түсті. Көшеге шықпа десе тыңдамайды. Көшеге шығып мәшін қағып кетіп жатыр.
артқы аяғын алып жүре алмайды, бір аяғын. Тұрған кезде қыңсылап, жылап, зорға тұрады. Тәуір болып кетті жалпы жаймен. Осындай хабар. Қазір енді ана ешкіні ұстап алу керек болды. Ана жерде тұр, маңырап. Бір лақ анаяқта жүр. Жеке жем жеп жатыр. Бір лақ мынаяқта жүгіріп жатыр. Бергел, жеш бергел. Не? Не маңырап тұрсың? Не маңырап атсың? Жүгіріп қояды. Иемізбе қашып жүр. Ой, секіріп қояды. Сілкінеді, қағынады, секіреді. Жаймен жан кіріп кетір бұларға да. Күн сана өсіп кетір ол. Ембейсіңдер ме? Әлде жүре бересіңдер ме өстіп? Секіріп. Кеттік. Ешкіні ұстайық. Қаншалықты нормально oldu, не нормально oldu белгісіз. Бірақ енді ана мүйізді ешкіні байлап қойып, солай еміздім. Екі лақты да. Мынау кешегі шыбыш, бірінші ретті ойындап тұрған лақ. Міне мынандай ол көтеншегі шығып жүр. Осыны білетін адамдар болса, комментарийға жазып отырсаңыздар. Жалпы мынаның ішіндегі лақ тірі ме, тірі емес па? Басқа қандай жолдармен білуге болады. Мен бұның ішін көтеріп тұрып жаймен жібердім. Бірнеше рет қарадым. Ішіндегі лағы жыбырлайтын сияқты, енді қаншалықты рас, өтірік, белгісіз. Осындай. Енді жаңағы лақтарды не істедім? Ана ешкіні байлақ қойып емізген болдым. Мынау бұрынғыдай емес. Өзінің лағында алмайды. Енді емізбейді, неге екен білмеймін, қашады. Желіні босаған сияқты. Мынау тоқал ешкінің лағы. Біраз бажылдаттым бұл ешкінді. Ананы ұстап тұрып еміздім ана лақты. Қазір қарны тоқ сияқты, что-то мынанда ембей тұр. Өзінің енесінде. Осындай хабарлар. Жаңа айтқанымдай ана мүйізді ешкі. Ана мынаның лағын сүрт. Өзінің лағын танитын болыпты. Анау. Мынау мүйізді ешкінің лағы мынау. Бұған бәрібір еме береді бұл. Өзі барып еме береді. Ананы ұстап тұру керек тұнаны. Ана мүйізді ешкіні емізу үшін да. Ананы емізу үшін. Біраз емді. Желінің босағандай болды, енді қаншалықты босады белгісіз бірақ. Осындай хабарлар.
Мүйізді ешкінің лағы барып өзі еміп жатыр. Бұның да жалпы қарын тоғау деймін. Ананы біраз еміздім ғой. Видеоға лайк басып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Жаңағы ананың бірінші рет туайын деп тұрған лақтың жағдайын білетін болсаңыздар, яғни ішіндегі лақты тірі ме, тірі емес пе, соны білудің тағы да басқа жолдары болса, жазып отырсаңыздар жақсы болар еді. Сонымен келесі видеода кездескенше. Сосын айтпақшы, YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басып отыруларыңызды сұраймын.